ымыранның ұлы Мұса. Жүсіп пайғамбар дүние салған соң Мысыр жұрты пұтқа табынып, шоқынып кетті. Жүсіп әкесіне ат үстінде сәлем бергесін, одан ұрпақ тарамады, ізбасар шықпады. 7 жыл аштық кезінде Ысырайыл жұрты Жүсіп пайғамбардың қол астына келіп паналаған еді. Олар да көбейіп бір қауым елге айналған. Бірақ Жүсіптен соң таққа пиғылы нас патшалар келді. Олар өздерінен құдай жасады. Халықты құл етіп, зәулім сарайлар, төбесі көктіреген 3 бұрышты мазарлар, ғибадатханалар салдырды. Бір күні Перғауын жатып түс көрді. Түсінде ғажап іс көрді. Ніл дариясы аспанға көтеріліп, халықтың үстіне төгілді. Бәйтүл Мұқаддас жақтан жалындаған от келіп, мұның әскерін өртеп жіберді. Күлі көкке ұшты. Аспаннан 2 түп ағаш түсіп, Мысыр халқын мыжғылап өлтірді. Бірақ құлдықта жүрген Ысырайыл жұртына зияны тимеді. Перғауын ұйқыдан шошып оянды. Бақсы тәуіптерді жинап, түсінің жоруын сұрады. Олар: бізге 3 күн мұрсат беріңіз, жұлдызға қарап бала шайық, деді. Болсын, деді Перғауын. Бірақ өзі түсінен шошып, 3 күнге дейін ұйықтамады. 3-ші күні бақсылар келді. Олар: мына құлдықта жүрген Ысырайыл жұртында бір бала дүниеге келеді. Ол ержеткен соң сені тақтан түсіреді, жұртын алып жөнелтеді. Туатын бала өз жұртын ел қылады, бай мен кедейді тең қылады. Қызыл теңізден сел тұрады, әскеріңді балыққа жем қылады. Ажалың сол баладан болады, деді. Бұл сөзді естігенде Перғауынның беті сұрланып сала берді. Жүрегі шаншып, қолдары қалшылдап кетті. Бақсы Дуакешке жалына қарап: бұдан аман қалудың жолы бар ма, деп сұрады. Бақсылары: бір ғана жолы бар. Биыл дүниеге келетін Ысырайылдық балаларды жөргегінде тұншықтырып өлтіресің. Сонда ажалдан аман қаласың, деді. Патша дереу уәзірлерін шақырып: бүгіннен бастап Ысырайылда дүниеге келетін сәбилерді бірде-біреуін қалдырмай бауыздаңдар. Жүкті әйелдің қарнын жарыңдар. Жаялықтарын жыртып, бесіктерін өртеңдер, деп әмір етті. Жендеттер сол түні үй-үйді аралап, жаңа туған сәбиді іздеді. Бұл кезде Ымыранның әйелі Лауха босанып жатыр еді. Ол суық хабарды естіп қорқып кетті. Дереу ұлын емізді де сандыққа салып, дарияға ағызып жіберді. Сүт пісірім сәттен соң үйге жендеттер басып кірді. Олар әрі ақтарып, бері ақтарып, жаңа туған сәбиді таппады. Ескі жаялықтарды жыртып, бесігін отқа лақтырды. Дарияның суы 2 бөлініп, бір бөлігі Перғауынның ордасына кіретін еді. Мұның да мынадай себебі болған. Перғауынның Әсияға дейінгі бірінші әйелі қыз туып, толғақ үстінде дүние салады. Жаңа туған қыздың денесін жара басып, жазылмас дертке ұшырайды. Сәуегейлер мынадай ем айтады: жаңа туған сәбидің сілекейі тиген суға шомылса, қыздың жарасы кетеді, дейді. Сол үшін Нілдің сағасын сарайға бұрып, оның суына күн сайын қызды шомылдыруға кеңес береді. Перғауын дәл солай жасайды. Қызын күнде суға шомылдыруды Әсияға тапсырады. Әдеттегідей Перғауынның қызын суға шомылдырып жатқанда, Ніл өзенінде қалқып жүрген сандықты тауып алады. Әсия ішін ашып көрсе, періштедей сүйкімді бір нәресте жатыр. Баланың қылығы тәтті екен. Оны көрген әйел адамның аналық махаббаты оянып сала береді. Перғауынның әйелі Әсияның жүрегі осы байлаға байланды да қалды. Оны қимай сарайға әкелді де күтуші қыздарға тапсырды. Әсия күн сайын баланың қылығын тамашалап, ойнап отыратын болды. Осылайша Перғауын қанша сақтық қылса да, оны жоятын бала патша тағының дәл қасында өсіп жатты. Шебер Алла Мұсадай досын Перғауынның сақалының астында тәрбиелеген деген сөз осыдан қалыпты. Әсия бөпені емзетін сүт ана іздеді. Көп әйелдің емшегінен бір тамшы сүт тамбады.
Тек Мұсаның туған анасы Лауханың ғана омырауы езіліп, сүт-ана болып орналасты. Осылайша баласы мен анасы сарайда қайта табысты. Бала жасына қарамастан өте зерек, ширақ екен. Бір күні сәби еңбектеп жүргенде оны перғауын көріп қойды. Басында мән бермеді. Ол гаремдегі көп тоқалдың бірінен туған өз баласы екен деп қалды. Перғауын сәбиді еркелетіп қолына алып көтеріп еді, ол патшаның сақалын ұстап тартып қалды. Перғауынның жаны шығып кетті. Баланы ала көзімен атып, бұл әлгі түсімде көрген бала емес пе? Деді де сарайға жендеттер мен бақсыларды шақырды. Әсия ара түсіп, жоқ, бақсылар ол баланы Ысырайыл жұртынан дүниеге келеді демеді ме? Бұл сәби ысырайылдық емес, деді. Уәзірлері, бұл кішкентай болса да қолы қарулы екен, патшаның сақалынан ұстауға қалайша дәті барды, деді. Патша ием, шақалақ бөпе дұшпандықты біле ме? Ол ненің жаман жақсысын, кімнің патша бақсысын айыра алмайды, деді Әсия. Перғауын бақсыларына қарап, айтыңдар, бұл баланың тегі не? Деді. Бақсылар жындарын шақырып, жұлдызға қарап болжай бастады. Сол сәтте Алланың әмірімен бір-бір періште әрбір жұлдыздың бетін көлегейлеп тұра қалды. Сәуегейлер аспанға қанша телмірсе де түк көре алмай қиналды. Перғауын қаһарын төгіп, тезірек айт деймін, бұл баладан менің патшалығыма қауіп бар ма, жоқ па, деп сұрады. Сәуегейлер, бүгін көкті тұман басып тұр екен, жұлдыздарды көре алмадық, бірақ баладан қауіптенсең, оны сынап көрейік, деді. Перғауын, сынаңдар, деді. Сәуегейлер бір табаққа алма, екінші табаққа көмірдің шоғын салып әкеліп, бала шынымен зерек болса, шоқты емес алманы алады. Ақмақ болса, шоқты ұстап күйеді. Зерек болса, өлтір, деді. Баланың алдына алма мен шоқты қатар қойды. Патшадан бастап бәрі іштен тынып бақылап тұрды. Бала алмаға қарай еңбекте жөнелді. Сол сәтте жендеттер қолын қылышына апарды. Сәби алманы алмақ боп қолын соза бергенде, Жебірейіл періште ұшып келіп, оның бетінен шапалақпен тартып жіберді. Бала кілт тоқтап, шоқты төгіп алып, аузына салып жіберді. Тілі күйіп, шар ете қалды. Әсия балаға жүгіріп барды. Перғауын ішек-сілесі қатып, ай, өлер жерін білмейтін ақмақ бала екен, отты ұстап несі бар, деді. Әйелі ашуланса да білдірмей, енді көзің жеткен шығар, деді баланы бауырына алып жатып. Сәуегей бақсылар да, уа патшам, болар бала бесікте жатып байқалады деген, мынауың от пен суды айыра алмас, жарымас біреу ғой. Ақмақ бас, екі аяқтың соры деген, мейлі, енді екі аяғына сор боп өсе берсін, деді. Перғауынның қауіпі сейіліп, көңілі орнына түсті. Ұйқысы тынышталып, тәбеті ашылды. Мұсаның шоққа тілі күйіп қалған соң, есейгенде сөзін анық айта алмай, кекештеніп қалды. Сол үшін Тәңірі тағала оған інісі Харунды серік етіп қасына қосты. Себебі Харун сөзден түйін түйген туа бітті шешен болатын. Мұсадан хикмет ілімін беңгерген соң, аттыға жол, ауыздыға сөз бермейтін нағыз ділмардың өзі болды. Мұсаның Мысырдан қашып шығуы. Мұса Перғауынның сарайында ер жетті. Әсия оған өз ұлындай қамқор болды. Мұса күнде атқа мініп, ел аралап, сейіл құратын. Сарай бектері оған Мысырдың кедейлер тұратын аймағына бармаңыз деп ескертіп отыратын. Бір күні ол сейілдің қызығымен шаһардың Рабат бөлігіне аяқ басып еді, тозаққа түсіп кеткендей таң қалды. Құр сүйегін сүйретіп жүрген аш жалаңаш адамдарды, үстін қотыр басқан балаларды көрді. Ерлері қара жұмысқа жегіліп, таудың тасынан зәулім ғибадатхана соғып жатыр. Әйелдері бүкірейіп егін егіп жүр. Тұлпарын ойнақтатып келе жатқан бекзат жігітке балалар жармаса кетті. Олар қолын жайып қайыр сұрады.
Мұса аттан түсіп, қолында бар тиын тебенін бөліп берді. Күнде осылай дорбасына нан толтырып, кедейлерге таратып жүрді. Асия анасының сыйға тартқан алтын күміс заттарын ақшаға айналдырып, оларды да аш-жалаңаш міскіндерге бөліп берді. Бір күні кедейлерге қарасып, жетім балалы қотырын емдеп жүреді, жылаған әйелдің дауысын естіді. Оны біреу боқтап боршалап сабап жатыр екен. Мұса дауыс шыққан жаққа қарай тұра ұмтылды. Қараса, бір салық жинаушы ақ шашты кемпірдің шашынан тартып тепкілеп жатыр екен. Мұса араша түсіп, «Ей, анаңдай адамды неге ұрып жатырсың?» деді. «Сенің жұмысың болмасын», деді салықшы. «Ей, сен кіммен сөйлесіп тұрғаныңды білесің бе? Мен патшаның өгей баласымын», деді. Салықшы: «Болсаң қайтейін, бектердің орны сарайдың іші, кедей-кепшіктің арасында жүрмес болар. Маған бұйрықты патшаның өгей баласы емес, патша ағзамның өзі берген», деп кейуананы тепкілей берді. Мұса оның желкесінен ұстап тартып қалғанда, ол жерге жалп ете қалды. Мұса ет жеңді. Білектері қарулы, екі иығына екі адам мінгессе де қиналмай көтере алатын алып күш иесі еді. Салықшының жанында жандай шаптары бар еді. Ол: «Ұстаңдар мынаны», деді. Жендеттер Мұсаға бата алмады. Перғауынның өгей ұлына тиісіп, басымыз бәлеге қалар деп қауіптеніп, кейін шегінді. Салықшы бажылдап: «Сен неге кедей-кепшікті қорғап тұрсың? Құдай оларды бізге құл етіп жаратқан. Оларды тепкілеп өлтірсек те итқұрлы сұрауы жоқ», деді. Мұса бұл кезде кейуананың орнынан тұрғызып, жарасын таңып жатқан. Қанып безер салықшы қойнынан қанжарын алып, Мұсаның жон арқасынан ұрып өлтірмек болды. Сол сәтте зәйтүн майының жерге төгілген қалдығына шалынып құлады да тіл тартпай кетті. Бұл ажал Алладан тіке түскен пәрмен болды. Себебі Мұса жанына келіп, оның басын көтерді. Елеусіз жатқан үшкір тасқа дәл қара құсымен барып қадалыпты. Жендеттер оны көріп қаша жөнелді. Ұшайын деп тұрған бүркітті таяқпен түртіп үркітті деген салықшыға не сарай бегіне болысарын білмей қорқып тұрған жендеттер істің ақ-қарасын айырғанда жоқ. Мұса құлдарға болысып, патшаның салықшысын сабап өлтірді деп жеткізіп барды. Перғауын мұны естіп қаһарына мінді. Себебі о заманда бұ заман кедейді қорғап, оған болысу бектердің салтында жоқ еді. Ол: «Мен бұл балаға сарайымнан төсек бердім, дастарханымнан ас бердім, оған бектік мәртебе бердім. Бірақ құл-кедейге болысу біздің дәстүріміз емес. Онымен қоймай салықшымды өлтірді. Салықшым мен үшін ақша жинап, қазнамды толтырады. Мұның бұл ісі менің қазнама қол сұққанымен бірдей. Мұсаны тауып дереу жазалаңдар», деп әмір етті. Мұны Мұсаның өгей шешесі Асия естіп қалды. Ол ұлын қатты жақсы көретін еді. Сарайдың жасырын есігінен шығып, кедей-кепшік қоныстанатын мекенге келді. Мұса сол жерде отыр екен. Асия оны құшақтап маңдайынан сүйді де: «Мұсажан, сен маған өз ұлымдай болып кеттің. Сені алғаш көргенде Құдайдың маған жасаған сыйы деп ұқтым. Өгейлігіңді білдірмей өсірдім. Ешбір күнім саған қабақ шытпадым. Өзім шомылдырып бесікке бөледім. Текті биенің қымызынан өзім суарып ішкіздім. Астың асылын беріп, тонның қамқасын кигіздім. Жеміс-жидектің тәттісін жегіздім. Перғауынның кәрінен, зұлымдықтың шәрінен, бақсы дуакештің зәрінен сақтадым. Дау жанжал туса да сені жақтадым. Бұл жолы да алған бетімнен қайтпаймын. Сенің пәк жүрегіңе сенемін. Бірақ сені енді қорғауға күшім жоқ. Перғауын сені жазалауға әмір берді. Есің барда еліңді тап. Жендеттердің көзіне түспей, басың ауған жаққа қарай шап», деді. Мұса ақталып бірдеңе демек болып еді. Анасы: «Ұлым, мен саған сенемін. Жүрегім алдамаса, перғауынды тақтан тайдыратын, әлсіздерді жақтатын сен боласың. Азығыңды қамда,
жолыңнан қалма деді. Әсия ақшытқа түйіп ас ауқат әкеліпті, онысын ұлына берді.